Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ерасыл ФФ арнасы достар. Бүгінгі видеода достар қалай Free Fire'ды взломать ететін сайттарды көрсететін болам. Егер видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ал мен осындай қызықты видеоларды салып отыратын боламын өзімнің каналыма. Достар, менің подписчик саным 5. Жақсы, бұл дегеніңіз жақсы, яғни активность жақсы деген сөз. Өйткені менде бұрын 3 ғана еді, енді 2 подписчигіміз қосылды. Достар, енді тағы да айта кетерім, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Достар, енді біз видеомызға кеттік. Ал енді біздің қандай взломать ететін сайттар бар дейміз. Оны қазір біз Google-ға кіреміз. Енді скачать дейміз. Қазір күте тұрыңыздар. Жазатын болам. Қазір мен келетін. Достар, мінекей мен енді жаздым. Енді мұна жақта скачать Garena Free Fire 1.61 настроенный кэш дейді. Сіздер оны жазбайсыздар, өйткені мұна жақта бұлар өтірік сайттар, сіздерге алдап кетеді, яғни бұл сайттар. Ал сіздер қалай осылай табам деп жүрсеңіздер, сіздер жай ғана взломанный демей ақ қойсаңыздар да болады. Өйткені мұна жаққа сіздер скачать Free Fire, взломанный Free Fire деп жазудың қажет жоқ. Жай ғана Lulubox деп жазасыздар. Яғни бұл Lulubox барлық скинді ала аласыздар Lulubox'та. Оны мен қазір скачать етпеймін. Өйткені мен сіздерге жай ғана көрсетіп жатырмын. Просто бұл сайттар сіздер егер взлом жасағыларыңыз келсе, осы сайттардан істегендеріңіз дұрыс достар. Енді біз қазір күте тұрыңыздар, менде істелінбей жатыр. Достар, менде істелінбей, сіздер бірінші сайтты баспайсыздар. Оны баспай ақ қойыңыздар. Екіншісі шын, осы Lulubox 4.9 деген версиясын басасыздар. Мына жасылды баса саласыздар, и сосын болды сіздерге Free Fire взлом болады. Достар, мен айтып кеткендей, бұл взлом жасайтындар достар ешқандай да аккаунттарыңызға бан кетірмейді, яғни бан бермейді. Яғни бұлар шын приложениялар. Garena бұл приложенияларға ешқандай да андай бан бермейді. Сондықтан сіздер өздеріңіз істеп көрсеңіздер болады, яғни тексеріп көрсеңіздер болады. Ботовский аккаунтпен бір күннің ішінде бан келмесе, онда ол шын приложение деген сөз. Енді осыны мен қолданған болатын, бұрында қолданған болатын, ал енді қазір көп қолданбаймын. Free Fire'ın өзін істеген болатын. Міне мына жерде жазуларды көріп тұрғандарыңыздан Mobile Legends Bench дейді. Және екінші көргендеріңіздей Garena Free Fire Battlegrounds жанрындағы ойынды да істей береді. Яғни барлық ойынға андай скиндар барлығын істеуге болады деп көріп тұрсыздар. Міне PUBG Mobile'ға да істеуге болады, Marvel Factor Fight, ары қарай өздеріңіз көргендеріңіздей көптеген ойындарға взлом жасауға болатынын көріп тұрсыздар. Ал енді мен келесі сайтқа көрсететін боламын. Достар, көргендеріңіздей мен бүйтіп жаздым. Енді бізде қазір мен әр сайттарға кіріп шығатын болам да сіздер үшін. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, подписация кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Және де мұна жерде өтіріктері де бар достар, білетіндеріңізде. Енді бірнеше сайтты басып көретін боламыз.
Достар, мынаны қараңыздар. Бұл әрине өтірік. Өйткені бұл Free Fire'дың ең бұрынғы кезі. Яғни 1.38-ші версия. Бұл версия өте бұрынғы болатын. Сондықтан міне мынаны қарайтын болсаңыздар, бұрынғы. Бірақ достар, бұл ешқашанда кірмейді, бұл Free Fire'ға. Достар, ешқашанда кірмейді. Сондықтан сенбеулеріңіз керек. Ол деген қайтып кіріп кетті ма деген сияқты өйтіп ойламаңыздар. Өйткені бұл деген өтірік. Яғни бұрында істеу керек еді бұл нені, бірақ қазірдің істеудің қажеті жоқ. Бұл сайттың яғни несі бір 3 жыл бұрын істелген секілді. Өйткені мынау Free Fire'дың 2017 қателеспесем 2018 жылғы секілді. Өйткені бұнда бұрынғы, яғни міне көріп тұрғаныңыздай авасы бұрынғы. Міне. Және де бұл өтірік екенін біліп тұр. Біз бұдан шығамыз және мұны артқа қарай апарамыз да. Міне мынау осы жасыл тұр емес пе достар? Міне взломанная Garena Free Fire. Достар, міне дәл осы программа дұрыс дейді. Дәл дұрыс, осы алмазды көбейтіп бермесе де, бірақ енді кішкене бұл бірақ бан беруі әбден мүмкін. Алмаз көбейтеді достар. Мен қателеспесем, мен досым ботский аккаунтпен істеп көрді осыны. Бұл шын шықты. Енді осыны сіздер істеулеріңіз керек. Сіздер осыны істесеңіздер, Free Fire'ларыңыз взлом болады. Екіншіден, ботский аккаунтқа істегілеріңіз келсе, бұл нені модты. Міне, мына жақта жазылып тұр емес пе достар, көк боп. Обычный версияны жазудан қажет жоқ, ол өйткені ол кәдімгі версиясы айтылып тұрғандай біліп тұрған шығарсыздар. Ал енді взломанный на дальность стрельбой нет отдачи айм дейді. Міне бұл достар чит, яғни взлом бар. Өйткені айм деген ол чит. Ода андай бір настройкалар бар достар, бір басқату деген сияқтындай. Ағылшынша сөздер айтыр, диамонт бір бәлі деген нелер бар. Сондықтан достар, осыны бастыруларыңызға болады. Бұл шын. Бірақ ботский аккаунтпен істеңіздер достар. Әйтпесе сіздердің мықты аккаунтқа істейтін болсаңыздар, сол мықты аккаунтыңыз банға кетіп, ол ашылмай қалады. Ал енді келесі сайтқа кеттік. Біз жалғастырамыз. Достар, біз негізімен көп іздедім, бірақ басқа сайттар өтірік деп ойлаймын. Өйткені мына жақта бәрі өтірік. Мүмкін мына жаққа алмаз деп жазып көрерміз. Алмаз деп жазамыз. Қазір күте тұрыңыздар достар. Достар, мына нені көріп тұрсыздар ма? Екінші сайтта. Скачать взломанный Free Fire мод. Много денег и алмазов деп тұр. Осы сайтқа кіреміз. Міне достар, бұл ескі версиясы достар. Енді бұл жаңа версиясы болса, енді болатын еді. Істелінетін еді, бірақ бұл деген қазір істелінбейді. Өйткені достар, бұл өтірік істелінбейді достар. Сондықтан сенбеңіздер бұл сайтқа. Жаңағы мен екі сайтқа сене берулеріңізге болады. Ол шын достар, істеп көрсеңіздер болады. Сенбесеңіздер өздеріңіз тексеріп көріңіздер, олар шын. Достар, енді мен осы екі сайтты ғана таптым, басқа сайттарды енді білмеймін. Өздеріңіз көрулеріңізге болады, бір ботский аккаунтпен істеп. Енді мен айтатыным осы. Енді достар, енді видео ұнаса лайк басып,
тіркелуді ұмытпаңыздар, тіркелмеген болсаңыздар. Енді мен істеп видео шығарып отыратын боламын, достар. Мен видео егер подписаться етсеңіздер, менің видеомда қалып қалмайтын боласыздар. Сондықтан тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіп, және лайктарыңызды басып кетсеңіз болады. Өйткені менің видеом апта сайын немесе күн сайын шығып қалады. Өйткені мен уақыт болмады. Ал енді уақыт бар. Сондықтан мен видео шығарып отырамын, достар. Сондықтан лайк басып тіркелуді ұмытпайық. Ал сау болыңыздар, достар.